Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялоинкс достар. Бүгін мен тағы да видео түсіріп отырмын. Бүгінгі видео менде қыздарға арналған приложениялар деп аталады. Мен сіздерге қазір топ 10 қыздарға арналған приложенияларды дайындап қойдым. Ендеше соңына дейін қараңыздар. Келесі приложение ол бізде InShot. InShot приложениесі мен үшін ең бірінші орында. Бұл приложениеда мен өзімнің видеоларымды осы приложениеда монтаждаймын. Бұл приложение мен үшін өте керемет приложениялардың бірі. Сіздерге де совет беремін. Өте керемет монтаждайды. Және де бұл жердегі функциялар өте көп. Келесі приложение ол бізде Pinterest. Pinterest приложениесін барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл приложение өте керемет приложениялардың бірі. Бұл приложениеге тіпті сөз жоқ деуге болады. Мұнда көптеген идеяларды табуға болады. Бұл жерде өте көп идеялар, советтер, мотивациялар барлығы да осы жерде. Бұл приложениені көшіруге сіздерге совет беремін. Мұнда көптеген идеялар бар. Келесі приложение ол бізде Pixar. Pixar приложениесі өте керемет. Бұл жерде мен обложка жасаймын. Келесі приложение ол бізде Уроки красоты. Бұл приложениеде өте керемет приложениялардың бірі. Қыздарға әсіресе өте тиімді. Бұл жерде сіздер көптеген түрлердегі, типтердегі нәрселерге идеялар іздей аласыздар. Мысалға шашқа, фитнес. Келесі приложение ол бізде Telegram. Telegram приложениесін барлығыңыз білесіздер. Бұл приложение мен үшін өте керемет приложениялардың бірі. Мұнда дорама, фанфик барын оқуға болады. Келесі приложение ол бізде Duolingo. Duolingo өте керемет приложениялардың бірі. Мұнда сіздер кез келген тілдегі үйрене аласыздар, осы тест тапсырасыздар. Өте керемет приложение. Келесі приложение бұл бізде стаканчик деп аталады. Бұл приложение психология жанрдағы көптеген нәрселерді оқуға болады. Бұл приложениені көшіруге сіздерге совет беремін. Келесі приложение ол бізде 7 минут деп аталады. Бұл приложение өте керемет приложениялардың бірі. Бұл жерде сіздер көптеген жаттығулар жасай аласыздар. Келесі приложение Opera Memo Pad. Бұл жерде сіздер заметки, панда түріндегі заметки өте керемет, өте милый, өте керемет приложениялардың бірі. Бұл жерде әдемі, басқа кәдімгі заметкеге мүлде ұқсамайды. Бұл приложениені қолдануға совет беремін. Мұндағы сөздерде, тексттерде өте керемет, әрі әдемі, өздеріңіз неше түрлі етіп таңдап алуларыңызға болады. Келесі приложение Anime Girl Wallpaper деп аталады. Бұл приложение өте керемет приложениялардың бірі. Бұл жерде сіздер анимедегі неше түрлі жанрдағы керемет фотоларды таба аласыздар. Бұл приложениені көшіруге совет беремін. Сонымен достар, мен айтқан приложениялардың хотя бы біреуін көшірсеңіздер, хотя бы біреуін білсеңіздер, хотя бы мен айтқан приложениялардың біреуі сіздерге көмегін берсе, онда комментарийға жазып, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Келесіде басқа видео түсіруге тырысам, басқаша жанрдағы. Ендеше достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.